Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада пісетін медовик торттың рецептісімен бөлісемін. Егер де пештеріңіз жоқ болса, табада да пісірсеңіздер өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен осындай темір ыдысымызға жұмыртқамызды және де құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Кейін сары майымызды және де 2 ас қасық бал, 1 шай қасық ас содасын саламыз. Мендегі бал таза бал, магазиннің балында қолдана беруге болады. Енді осыларды тағы да бір араластырып аламыз да отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін майы, балы бәрі толық ерігенше осылай үздіксіз араластырып тұрамыз. Толық ерігеннен кейін өзі осылай көпіршіп, түсі біршама өзгере бастайды. Сол кезде оттан аламыз да үстінен өлшеп дайындап қойған ұнымызды саламыз. Және де осылай ыстық болғандықтан қасықтың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Міне осындай сұйықтықтағы қамыр болады. Енді осыны салафан қалташасына салып, біршама суығанша, жаюға келгенше морозилкаға шамамен 1-1,5 сағатқа салып қоямыз. Менің қамырым морозилкада 1 сағат тұрды. Міне осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр. Енді осыны теңде 7 бөлікке бөлеміз. 6 бөлігінен тортты құрастырамыз, 1 бөлігін үстіне жаңағы сепкенге қалдырып қоятын боламыз. Ұн себе отыра осылай жайып аламыз. Дастарханға жабыспайды, қамырмен жұмыс деген өте оңай. Енді табаңызған сантиметріне келетіндей етіп, домалақ ыдыспен осылай кесіп алатын боламыз. Осылай шетінен жая отыра барлығын жайып, пісіріп алатын боламыз. Енді кезекте табамызды отқа қойып, астына жабысқаны үшін бірінші рет қана осылай кішкене ұн себемізді, кождарымызды саламыз. Тегіс етіп салғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Орташа отта пісіреміз. Шамамен 3 минутта бір шеті пісіп шығады. Міне осылай көтеріліп, піскені өзі белгілі болады. Сол кезде екінші шетіне аударамыз. Бірінші шетіне қарағанда екінші шеті тезірек піседі. 1-2 минут аралығында пісіп шығатын болады. Міне осылай пісіп шықты. Қалғандарында дәл осылай пісіріп шығамыз. 1 рет ұн сепкеннен кейін келесі кезекте ұн себудің қажеті жоқ. Осылай құрғақ табада пісіріп шығатын боламыз. Міне барлық көзді осылай пісіріп аламыз. Толығымен суытамыз. Және де сіздерге қазір ішін көрсете кетейін. Ешқандай да пеште піскенмен табада піскеннің ешқандай айырмашылығы жоқ. Қараңыздар, іші осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ болып тұрады. Енді кремін дайындаймыз. Кремін дайындау үшін осындай Три желания, Любовинка деп аталатын сапалы варенканы қолданамыз. Бөлме температурасында тұруы қажет, және де бастапқыда іртік болып қалмас үшін варенканың өзін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді үстінен 20-25% сапалы жақсы сметананы салатын боламыз. Екеуін венчиктің көмегімен жақсылап біріктіріп араластырамыз. Міне осымен біздің креміміз дайын. Енді кезекте тортты жинайтын боламыз. Тортты жинау үшін осындай кольцо, раздвижное кольцо деп аталады. Осымен жинаған өте ыңғайлы, теп-тегіс әдемі болып шығады. Жоқ болса, қолданудың қажеті де жоқ. 2-3 ас қасықтан осылай кремімізді сала отыра тортымызды жинап шығамыз. Құрметті менің оқырмандарым, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар, және де комментарий жазып, лайк басып қолдап отыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын сіздермен.
Міне осылайша біз тортымызды жинап алдық. Енді қалған бір коржымызды осылай блендердің көмегімен жақсылап тұрып езіп аламыз. Осындай крошка жасап аламыз. Блендер болмаса, жаңағы оқтаудың көмегімен езіп алатын боламыз. Енді тортты кальциядан босатып, шет-шетіне осылай кремдерін жақсылап жағамыз да крошкасын сеуіп шығамыз. Әрлеуінде өз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Мен осындай жеміс жидектермен әрлеп шықтым. Және де торт дайын болғаннан кейін кем дегенде 2-3 сағатқа пропиткаға қойып қойыңыздар. Bir түн тұрса тіптен керемет. Бірдеңке пісірейін десем үйде пешім жоқ дейтіндерге керемет мүмкіндік. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Пеште піскеннен табада піскеннен ешқандай айырмашылығы жоқ десем де болады. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.